Tiyatr menin üyüm. Özüm 14-15 yaşımda tiyatroya çıktım. On kanatta ağıyım, aynalayın tiyatrım. Köyde sağınam ben. Baranmayı yugulme sağınam. Köyde ona oturganımda, yatkanımda ıngırsı ben sarıp özümün özü cılayım. Oypunmayı. Bir gece so tiyatrının kolektif memberge berimiz her yerge bir var. Birimizin uyumuzge birimiz şulap. Rakattanıp ömrümüzün barlığı o tiyatro ekenim bilip kanday bolup yürüyüşedik. Şimdi mene Kartaygan degen adamda kurtup jiberit. Kayta men tövbe diyeyim. Men cüzgügülüm yakında. 100 yaş degen ol az yaş emes. 100 yaşka kelgenlerden köpçülüğü azıp ne aytıp ne koyganın bilmey ketkenler de köp. Kudayga şükürlük etem keyde. Sonda tiyatro yayında söz bulsa ana o kolumdağı ustap yürütün hem keyde kalıp kalgan özüm bilmeyim. Çürük betetnim var. Tiyatr. Bir gece özüp bilen o gece kısa azıydı koy. Kalibi Kıvançbayıp. Benim yoldaşım özüp bilen varlığı. Bir gün yürüp bir gün duratın. Kezik konakka varıp yatatın. Alesim de bir de Kallaki'nin ünü vardık varımız. Kallaki'deyim evet akımda Kalibek'te. Kaziya Cengiz eğidinin adı. Söysük sorpağa kurt edip bergen eken kurt. Sonda öyle marhum ey Kaziya yaksa az kalganşa yaman karın yarısın değil. Mınavut kurt sorpanış begenime kan sevcili vakti bey. Bana tağı da koyup bir şeyin alayın. Tağı da bir tutsuk emesin dişim. Özleri özü benim kallaki ki dost olasın. Ol gözde ergim özde bir ceke yürütün gündürdü olasın. Bizden koramız turgan keng olasın da kısa ad koy. Bari kırılıp bitken. Sonda bizim Kur'an'ın ağaçın altında bir edimi cahili yeri var. Sol cahili yerine kıyıcı döşep taslap, onun üstünden körpe sal. Kadir biz baramız değil. Tamakta işte hep özü bir şey. Tasarkanda döngülüp, tasarkanda üstolda yayıp karab oturatımızda. Karakterim aydetiş. Varlığına kutukta vaydım. Tiyatro örkünde besinliyim. Kayıl bulmasın tiyatrosu da el yok. Yaman bacaksıma tiyatro var.
Bizim tiyatrımız, ben öyleyim. Tiyatr baylığı, yer baylığına. Yer baylığı, yer baylığı, bari yerдің baylığına baylanıştı hep bilem. Bizim yerimiz öte bay yer. Қазақ өнерінің қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрына биыл 90 жыл. Қазақстандағы бүкіл өнер ошақтары осы қара шаңырақтан өсіп өнген, осы қара шаңырақ арқылы қанатын қатайтып болашаққа самғаған десем, еш қателеспеймін. Бұл театрда сонау 1926 жылы Қызылордада біздің қазақ өнерінің қара шаңырағының іргетасын қалаған пайғамбар апаларымыз, ағаларымыз, үлкен актерларымыз бүкіл саналы ғұмырын халқының өзегіне, өнеріне, өміріне деген сүйіспеншілігін арнау арқылы осы театрдың іргетасын қалап, алғашқы шымылдығын ашқан еді. Мінекей бүгінде 90 жылдық тарихы бар театрымыздың сахнасында көрсетілген өнер арқылы қазақ өнері бүкіл әлемге өзінің қанатын жайып, өзінің төл табиғаттағы өнерін, мәдениетін, әдебиетін, бар жақсылығын паш етті. Оған куә болған, оған себепкер болған режиссерларымыз, актерларымыз, драматургтарымыз баршасы да қайтсек қазақ өнерінің қанатын қатайтамыз, қайтсек қазақ өнерін әлемге паш етеміз, тұғырын қалай биік қыламыз деген мұрат мақсатты жадыларына сақтап жұмыс жасаған болу керек деп есепке аламын. Соның арқасында мінекей бүгін біздің театрымыздың жеткен жетістігі, өмірден алған белесі, биігі өте зор. Біз бүгінгі таңда театрдың бүгінгі басшысы ретінде, театрдың бүгінгі тыныс тіршілігі туралы айтатын болсам, жастардың өне бойына, жастардың жадына, жанына, жалпы дүние танымына, талғамына сол дәстүрімізді, аталарымыздан келе жатқан биіктік өрені сіңіре отырып, ары қаратай өнерімізді дамыту, бүгінгі әлемдік деңгейде өнер көрсету мақсатында жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан біз қашанда өнерге деген, театрға деген сүйіспеншілігімізді жоғалтпау арқылы, соны өрбіту арқылы, жаңағындай айтылған дәстүрлерімізді сақтай отыра алға басатын болсақ, театрымыздың әлі де сан ғасырларға аты да, заты да, жақсылығы да жетеді ғой деген үміттемін. Ал енді осы орайда өзімнің ұжымымды, жалпы осы қазақ өнерінің қара шаңырағы, әкем театрдан тараған бүкіл өнер ошақтарын, жалпы өнер адамдарын осы мерейлі сән салтанатты қолдана отырып, шын жүректен құттықтағым келеді. Бастың амандығы, бауырлың бүтіндігі, өмірге деген, өнерге деген сүйіспеншілік қашанда бізді өрге жетелейтініне кәміл сенемін. Қуанышымыз құтты болсын. Ал енді адам баласының өміріндегі ең құдіретті, парасатты қасиет бұл өнер. Алла тағаламның өзі сонай жаратқан. Сол сияқты біздің қасиетті қара шаңырағымыздың бүгін 90 жылға толып отырған ұлы мерекесі құтты болсын дейміз. Ал енді бұның тарихтың басында тұрғанда біздің қасиетті бабаларымыз аянбай еңбек еткен Серке Қожамқұлов, Елубай Өмірзақов, Қалыбек Қуанышбаев, Құрманбек Жандарбеков, оның бер жағында Иса Байзақова, сонан соң Әміре Қашаубаев дейтін құдіреттер барлығын Қазақстан сан алуан төрінен жинап, Қызылорда шаһарында ең алғашқы өнер үйірмесінен бастап құдіретті театр қазір мінекей 90-ға толып отыр. Бұл 90 жылдықтың ішінде сан алуан жетістіктері болды, сан алуан таланттар өсті бұнда. Біз солардың қасында, солардан тәрбие алдық, үнемі үлгі алдық. Ал енді бүгін мінекей біз 90 жылдың ішінде 58, 59, 60 жылдай бізде сол кісілермен қатарласып қызмет жасап, өзімізді бақыттымыз деп есептейміз. Бұл жерден де театрдың өзі алғашқы құрылғаннан бері қарай қаншама биіктіктерге көтерілді, қаншама қиындықтарды көтерді. Театрдың шырқау кезеңдері болды.
Ол кезең Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетов осы театрға келгенде сол жылдардан бастап өткен ғасырдың шарықтауы болды. Театр қаншама рет шетелдерге шықты, орталыққа барды, жүлделері алды, көптеген жастарымыз лауазымдар алды. Міне осының барлығы біз сол бабаларымызбенен, солардың мектебінен өткен қасиетті бізге әсер еткенін деп білемін. Сондықтан да біз бақыттымыз, оның ішінде өзім де өз басымда бақытты адаммын деп есептеймін. Өйткені сондай құдіреттермен Сәбира Майханова, Рақия Қойшыбаева, Шолпан Жандарбекова дейтін апамыз, Бикен Римова, Хадиша Бүкеева дейтін апаларымызбенен анамыздай, бізді баласындай тәрбиеледі. Бұлардың барлығын енді айта беретін болсақ, әрине бұл үлкен, ұзақ, көптеген романдарға сиятын оқиға. Сондықтан да қысқа сөзбен айтқанда 90 жылдығымыз құтты болсын. Бұл Қазақстандағы ең алғашқы театр, қазір ең биіктікте тұрған бір театрдың біреуі. Өзімізден кейінгі жастар шақпақ тастай жарқырап өсіп келе жатыр. Солар да мінекей ұлы дәстүрді, сол бабалардан келе жатқан шынайы парасатты өнерді жоғарыға, биіктікке көтеріп, абыройлы атақты болсын дейміз. Рахмет. Міне қазір театрымыздың 90 жылдығы. Сол 90 жылдықтың арасында ерінбей еңбек етіп келе жатырмыз бізде. Мысалы, менің 58 жыл болыпты осы театрда еңбек еткеніме. Өз әлімше сол бұрынғы апалардың, ағалардың аманатын орындадым ғой деп ойлаймын. Ал енді мына қазақ елі аман болса, біздің театрымыздың өмірі ұзақ болады деп ойлаймын. Мысалы, кешегі 550 жылдық хандығымыздың қандай керемет өтті. Өте жоғары дәрежеде өтті. Соның көбісінде біздің театрдың үлесі өте мол. Соған қуанамыз. Міне біздің артымызда жастар өсіп келе жатыр. Керемет, жақсы. Театрымызға қазір халық өте көп келеді. Оған қуанамыз. Өнерге адамдар бет бұрған деген сөз. Өнерсіз өмір жоқ қой. Сондықтан біздің 90 жылдығымыз құтты болсын демекпін. Елдің елдігін, өркениеттілігін көрсететін ол өнер. Сол өнердің көш басында тұрғанын біздің Әуезов атындағы қазақтың академиялық театрының ұжымы биыл 90-ға толып отыр. Сондықтан барлық әріптестерімді, өнер сүйетін қауымды, жалпы қазақ елін осы ұлы мерекемен құттықтағым келеді. Бұл біздің театрымыздың өнерінің ау басында тұрған адамдардың барлығы, Қалибек Қуанышбаев, Серағаңдардан бастап біздің бүкіл осы театрда еңбек еткен ата апаларымыз өз алдына, сонымен қазақтың елдігін жоғары көтерген олы тұлғаларда бізде жұмыс істеді. Ол Мұхтар Әуезов, Бейімбет Майлин, Жұмат Шанин, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, міне осылардың барлығы біздің театрымыздың өркендеуіне үлкен үлес қосқан бабаларымыз. Сондықтан өнер құдірет, өнер тазару, театр ол да ұлы мешіттің бірі, жақсылықты, ізгілікті уағыздайтын орын. Сондықтан өнерге келген жастарға тілер тілегім, өнерге деген адалдықтарыңнан айырылмаңдар. Анау біздің ата-бабаларымыз салып кеткен, ағаларымыз бен апаларымыз салып кеткен жолдан айырылмау керек. Өнерге деген адалдықтан айырылмау керек. Мереке құтты болсын. Ұжымымда жалпы қазақ өнерінде жүрген бауырларымды 90 жылдық торқалы тоймен құттықтағым келеді. Алла тағала ойы қалған
болса екен, осыған жетсем екен деген арман тілектерінің орындалуына нәсіп етсе екен деп тілеймін. Алдыдағы бүгін таңдағы үлкендеріміз, қазақ өнерінің корифейі, былай қараса бүгін таңдағы төл құжаты деп айтуымызға болады. Асан Кең, Асан Әлі ағам. Сол кісімен бірге театрдың бүгін таңдағы абызы, ақсақалы, ақылшы ағасы Сәбит ағам. Сол кісілердің өкшесін басып келе жатқан Ес ағаң. Алдыда жүрген үлкендер осы кісілердің замандастары Нүкеш жеңгем, Салиха, Торғын жеңгем, Баян жеңгем. Алла тағала алдымызда осы үлкендердің дендеріне, саулық бойларына қуат беріп. Сонымен ерген ана күні кеше театрға табалдырығын аттаған азамат пен азаматшыларға кезінде үлкендер бізге қалай ақыл айтып, жол көрсетіп жөн сілтесе, ол кісілер де сондай үлкендердің салып кеткен сара жолын ары қарай жалғастырады деген үміттемін. Біздің театрымыздың әлі көретін биігі де, жаңағы алатын талай-талай белестер де әлі алда. Соны біздің театрдың коллективі өте талантты, өте ойшыл. Сондықтан да менің үмітім үлкен біздің театрымыздың болашағынан, театрымыздың осы күнделікті жұмысынан, қойылып жатқан спектакльдерінен. Сондықтан да театрында құттықтаймын, денсаулық тілеймін бәріне де, әртістер болсын, осы жүрген біздің технический составтар болсын. Театрдың бәрі бір синтез. Сондықтан да осында жүрген, жұмыс істеп жатқан адамдардың бәрінің денсаулығы мықты болсын. Жұмыстары, осы театрға деген жұмыстары жемісті болсын. Аман есен алға қарай, Қазақстанымыз аман есен болса, қазақтар аман болса, біздің театрымыз әрқашанда аман болады, тірі болады.